Мурунку өткөн заманда Катаган деген эли бар, Каратоо деген жери бар. 6000 үйлүү катаганды бийлеп, ат башын арынды жердеп. Омоқан деген өткөн. Омоқандын Ормон хан, Эрман хан деген эки уулу болгон. Бул эки уулу баатыр чыгып, Катаган элин кайтарып, калмактын мийизин майтарып, эрдик менен эл багып, катылгандын катыгын берип туруучу. Ормон хан баласыз жүрүп өттү. Эрман хандын калмак аялынан Кудайназар деген бир уул болгон. Ал Кудайназар чоңоюп бой тарткан деле куу жана шум чыкты. Кудайназардын 7 уулу болду. Алтыбай, Кенжебай, Олжобай, Аргынбай, Чаргынбай деген балдары өзү менен тең өсүп, Кудайназар өзүн өзү бийлеп, өз алдынча сүйүлөп, бөлөк айыл болуп, бөтөн сууга конуп, Эрман хандан эл талашып, эрегишип, басташып, кармашып чыкты. 40 каракчы атанып, ууру кылып, жол тосуп, нар өлтүрсө пул бербей, ер өлтүрсө кун бербей, зордукчул чыкты. Бул Кудайназардын жаман адаттарын койдура албай, канча сапар энчи берип жүрүп, Эрман хандын айласы кеткенде, Кудайназардын энесин колуна берип, өзүн балалыктан кечтим деп, көп мал энчи берип, элден жерден кууп жиберди. Эрман хан 50 жашка чыкканда Нойгут элине барып, Агача деген кызды алып келди. Агача 10 жылга чейин төрөбөй жүрдү. Эрман хан 62 жашка чыкканда Агача бир эркек бала тапты. Атын Тавылды коюп, эл журту сүйүнүп, карып кеткен кезинде Эрман хан эркек балалуу болду дешип, эл той берип, таң тамаша кылып тарашты. Эрман хандын көңүлү жай болуп, кубаттанып калды. Агача жана бир кыз тапты, атын Кардыгач койду. Тавылды 13кө чыкканда атасы Эрман хан дүйнө салды. Мына ошондо Кудайназар келип, энчилеш малым деп, жесир катын Агача жетим бала Тавылдынын малына зордук кылып, малынан мал бөлүп алып кетти. Тавылды 14 жашка чыкканда атасынын казынасын ачып, жоо жарагын алып, 40 жигит күтүп, Элдияр Эрмек деген эки досун эненин эмчегин бирге эмишкен бир тууган кылып алып, 40 жигитте мылтык атуу, кылыч чабуу, найза саюу, ат минүүгө маш адис кылып, баатырлык мүнөзгө киришти. 40 жигитке жада калса соот чопкут чарайына калкан, даярдап мал пулдун көзүнө карабай, жоо жарагын алдырып, элден чыккан мыкты күлүк аттарды алдырып жана бактырып, эл кайтарып, жол чалып, жоо чыкканга кол салып, атасы Эрман хандан алды кайдан мыкты болду. Бул арада атам Эрман ханга аш берсем деп, Катагандын калың элин жыйып алып кеңеш кылды. Көпчүлүк эл Эрман ханга аш берүүнү макул таап, казак, кыргыз, өзбек элин чакырып, анжиян аркага кабар салды. Мына ошондо кантсе дагы Эрман хандын уулу деген аты бар эмеспи? Кудайназар агама да кабар берейин деп, мына ошондо Тавылдынын кат жазган. Кудайназар агама, атамдай болгон авама, алдыңа киши жиберип, айтырдым кабар мен сага, жаш табылды иниңден, жалпы кыргыз элиңден, жесир калган каралуу, Агачаң аттуу энеңден, Кудайназар карыга, балдарыңдын барына, дуай салам кат жаздык, туугандыгың сагына. Эрман хан ашын бермекке, элди конду жабыла, Катаган калың тууганың, катар конду камына. Карыябыз элде деп, кат жазды иниң жалына, каргадай жалгыз иниңдин, карам болгон жанына. Келсин деп сизге кат жаздык, атаңыздын ашына, аксакал болуп турсун деп, аш берген элдин башына. Агалыгың сыйлаган, каргадай жетим иниңиз, атаң Эрман ашында, айлыңызды билиңиз. Алыстан келген көп элге аралашып жүрүңүз, анча-мынча душманга бар эмеспи сүрүңүз. Чоочун мейман чакырдык, чогулушта болуңуз, чогулуп тууган бололу, чогулдукту коюңуз. Келбей жатып калбаңыз, кебим ушул абаке, кечирип туруп сындаңыз. Алдыңа жазган кат ушу, дегиң айта турган арзу ушул.
Бул катты алып барып Кудайназарга берди. Кудайназар катты көрүп көтөрүлүп, мен барып малы менен пулун тартып алганга жалгыз кул коркуп калган экен го. Дагы жүрөгүн чыгара кат жазайын деп, ошондо катка жооп кылып турат. Мен Кудайназар агаңмын, атаңдай болгон абаңмын, өзүң келип сүйлөшпөй, атаңдын көрүгү жалгыз, арага киши салганың, аш берем деп атаңа адам сынып калганың, атанын малын күттүрбөй акылыңды табармын, жаш үстүндөн көрөсүң 60 менин балдарым, ашыктай болгон жалгыз, атаңдан акым күбелли, аламын сенден калганын, энен калмак эле деп элден кууган Нерманхан, эл ичине тургузбай жерден кууган Нерманхан, эрте кеч карма бал сойгон жемден кууган Нерманхан, атаңдын өчүн аламын, аш берсең мен да барамын, ашыктай сендей жалгыздын азапка башын саламын, акалпа кыргыз журтумду амык болгуп аламын, абалкы болгон кеңештен акылсыз кантип каламын, аягында кат жазып акчыланып каласың, айлыңды өзүң билгенсип ар жок кандай баласың, эр болсоң ашты берип көр, эррек ичсең келип көр, эм бар сендей жалгызды эбине салчу мендей шер, барсам барып каламын, башыңа баля саламын, баш байгеге сен кулду байге кылып саямын, бай биченин баласы батыр абаң мен болом, агача токол энеңи аякың атка саямын, кулдугуңду билгизип куур тонду кийгизип, кунанга байге кылбасам, Кудайназар атыкбай култу атын бурбасам. Барган киши бул катты алып келип Табылдыга берди. Табылды бул катты калың катаган элине окуп берди. Катагандын карыясы Уста деген Табылдынын аяш атасы бар эле, мына ошондо ошонун айтканы. Калың кыргыз катаган ханыбыз эле Ирманхан, калмактын сөзүн уктуңар, Кудайназар кул калмак, каймана болгон атадан, таракчы болуп мал урдап, канча бир жылга жашаган, Ирманхан кууган элинен, ат башынарын жеринен, коркпу балам табылды, каракчынын кебинен, Ирманхан ашсыз калабы, табылды жаман балабы, ушунча журтка бир калмак, урушу бузук салабы, камны ишин кыла бер, ойлобой балам саманы, атадан арам туулган, андыктан элден куулган, аш үстүндө ер болсо, ошо салып эле көрсүн чуулган. Деп уста сөзүн бүтүрдү. Көпчүлүк катаган эли устанын сөзүн макул деп, уга турган акыл деп, таркап аштын камын кыла баштады. Эмки сөз Кудайназардан болсун. Самырчыга жайлаган, күлүктөрүн байлаган, күндө жарак шайлаган, 200 түтүн эли бар, эп күндү кыйын кеби бар, үйүндө жатып улукса, Кудайназар абаңдын аш бердирбес деми бар, сол көлгөң айыл конду деп угуп калган чени бар, Кудайназар абаңдын котургандай көзү бар, аш берем десе табылды, туратам деген сөзү бар, аттарын таптап байлады, ар жарагын шайлады, 60 уулун чогултуп аш жөнүндө сайрады, Ирманхан биздин атабыз, эмне тынчып жатабыз, угдарыны калың ал, ашта жамбың атабыз, конок болуп барабыз, байгегең атты чабабыз, досуңдосу жалгыздын башын кезип салабыз, ашка жалпы барабыз, алты байдын күлүгү, алла тону чабабыз, алты сан кыргыз элине, алты байды хан кылып, абирдин эми табабыз, чүй боюна барып кел, чүй өзөнүн чалып кел, сокур карасын чыбар, түндөп алып кел, аштасынын көрөмүн, 60 уулду сынатып,
Ақзын толу беремін, чата қылса табылды, чабалды келемін. Әрман қамалын чачамын, ертең жолғы басамын. Елден жұрттан бөлініп, еченден бері жашадым. Қарып кеткен кезімде, қан көтеріп аламды. Қапамдың еми басамын, қадырлап жақшы күтпесе, қарғадай болғын жалғыздың. Қанын судай чачамын, алмадай башын кесемін. Ачуына тисе жалғыздың, айлында қардың нешемін. Аволуса қатаған, ал елден мен да кечемін. Күл башында чалған мақ, көчі кіріп кетемін. Деп олуғы бағаңыз, Құдай назар бабаңыз. Балдарына кеп айтып, Ерман қандың ашына, барабыз ертең деп айтып, сыншыға кеші чаптырып, оғдарысын арттырып, аш сөйлетіп болот деп, сурнайларын тарттырып, жабулап күлі қоштошып, жасосын жиып топтотып, жамбатуға даярдап, жасай мылтық оқтотып, кемегенім башына, кешкіргенден аваңыз, керне сурнай тарттырып, келіп қалса табылды, кең алам деп қозғошып, сурнайдың үнді ұғылып, сусудан кеші чоғылып, кернейден үнді ұғылып, кемегенім башына, келіп жатадар қайдан, кім болды деп чоғылып, құзғындай көзі қызарған, Құдай сақалла қарған, Құдай назар чал екен, құшыңдаған жан екен, құлағы типтік ұқмышты, мінген атын қараса, Құбай талы бар екен, құтырғандай көзі бар, құбылдыған сөзі бар, Құ жалғыз қайда чақыр деп, Құдай назардың құлчан, ағаң ашқа келді де, адамдың бары көрді де, атаңдың көрі табылды, алдыма келсін бері де, көтіріп қойған бүйі жоқ, көрішіп келген бейі жоқ, аш беремде жалғыз бол, ағыны менен ойы жоқ, қамарды қату салып кел, қадырлап мені күтпеді, қармап алып байлап кел, ой жылқысын тиіп айдап кел, жалғызды қармап байлап кел, ашуыңа тисе тіл албай, айлында өзін жайлап кел, 6 бай балам барып кел, 2 бала ерчити бердікті қылып айдап кел. Деп Құдай назар кемегені тегеректеп түшіп олтырып қалды. Қатаған елінің қариясы ашпашқарған ақсақал уста келіп, мұны ошондо Құдай назарға жооп қылып тұрады. Құдай назар ақсақал Ерман қандың деп ұлысың, ашқа бұзуғы салам деп, еміне қылған жұмышың, жарайғы сенің деп өзіңе дұшманды қылып тұрышың, өз атаңдың яшында өкіндік қылған ұрышың, анығын айтсам сен өзің елден шыққан ұрысың, сен жарағың болсың жамдап шық, жасоңды бөлігі қамдап шық, ұрышар болсың бері шық, ұққаның ұшыл емі шық, өз атаңдың яшында өлтірім сенің сөзімді, қалмақтығың қарматып, қармашар болсың бері шық, табылдың арзан балабы, тартынып сенден қалабы, Ерман қандың башында ердеген қалмағы салабы, қалың қырғыз сен құлға елетіп қарабы қалабы деп уста сөзін күчөтіп баратат эле. Құдай назар устанын сөзін ұққандан кейін демі суып, аттаналық ақсақал деп қалмақтар қарбаластап, аттанышып Таштолғанын төрін көздөй шығып кетішті.